Біз Лука есімді кісі өзінің жазған ізгі хабардың жалғасы ретіндегі елшілердің істер жазбасын оқып зерттеп келеміз. Елшілердің істер жазбасының басында Мәсіх Иса шәкірттеріне өзінің патшалығы жайлы ізгі хабарды таратуды тапсырған еді. Олар Иерусалимнен бастап көрші аймақтарға баратын болды. Сол аймақтардан олар жердің шетіне дейін бармақшы. Иерусалимде олардың хабарын көп адам қабылдаса, тағы басқа көп адам, әсіресе дінбасылар қарсы болды. Израильдің бүкіл құтқарылу тарихы, Исаның өмірі, өлімі және қайта тірілуімен орындалды деген жаңа мәлімдеме оларды қатты ашуландырды. Сол дінбасылардың бірі Тарсы Саул атты кісі қозғалысты тоқтату үшін аянбай күресті. Расында ол қайта тірілген Исамен кездескенге дейін солай істеді. Бұл кездесу Саулды Исаның қас жауынан оның патшалығының жаршысына айналдырды. Сонымен Саул көп жыл бойы өзінің Паул деген римдік атымен Рим патшалығын аралап, көп жерде Мәсіхке сенушілердің қауымдарын ашты. Сонда Паулдың ең үлкен мақсаттарының бірі мынау еді. Бұл әртүрлі қауымдардың бәрі айырмашылықтарына қарамастан өздерін біртұтас халық ретінде көруі. Бұған сенушілердің яхуди не басқа ұлттық, еркек не әйел, құл не ерікті екені бөгет болмау керек. Иса өзіне мойынсұнып, тең адамдар ретінде бірге өмір сүретін сенушілерден тұратын біртұтас отбасын құрып жатты. Бұл бізді елшілердің істерінің соңғы бөліміне әкеледі. Қозғалыс басталған Иерусалимде Мәсіх Исаның яхуди шәкірттері құрғақшылық пен ашаршылықтан зардап шекті. Паул үшін бүкіл қауымының бірлігінің маңызды болғаны сонша, ол өзі бастаған әртүрлі қауымдар арасында мол қаражат жинау науқанын бастады. Олар ақшаларын қосып, Паул мен түрлі қауым өкілдері бәрін Иерусалимге көмек әрі сыйлық ретінде апармақ болды. Бірақ Паул үшін Иерусалимге бару қауіпті ғой. Ондағы яхуди басшылары оны жек көріп өлтіруге бекінген. Паул өзінің тұзаққа түсетінін білді. Достардың бәрі оның бармауын өтінді, бірақ оны ешкім тоқтата алмады. Неліктен Паул бұл сыйлықты әкелу үшін өз басын қауіпке тікті? Ол басқа біреуді жібере алмады ма? Паул үшін өзінің баруы маңызды болды. Ол бұрын Исаның Иерусалимдегі шәкірттерін өлтіруге қатысқан еді. Ал енді ол сол қауымға қызмет етуге мүмкіндік алды. Бұл қалада Исаның өзі өлім жазасына кесілген еді. Сондықтан Паул үшін патшасының қасында азап шегу үлкен мәртебе болар еді. Сонымен Паул елші Иерусалимге барады. Және бәрі күткендей жаулары оның келгенін біледі. Олар топ құрып, оны өлтірмекші болады. Бірақ римдік жасақшылар оны қамауға алып, өмірін сақтап қалады. Яхуди басшылары Паулды Римге қарсы көтеріліс жасады деп айыптайды, бірақ мұны дәлелдей алмайды. Ал римдік әмірші оған не істерін білмейді. Олар Паулдың қылмыскер емес екенін көреді. Бірақ оның айқышқа шегеленіп, қайта тірілген яхуди адамын күллі әлемнің патшасы екенін баса айтуы Паулға қайта-қайта қиындық туғызады. Осылайша Паул бір соттан екіншісіне ауыстырылады. Ал елші өз ісін Римдегі патша сотының қарауын талап етеді. Сонда әмірші оны қуана-қуана сол жерге жібереді. Елшілердің істер жазбасының осы бөлімінде әңгіменің авторы Лука Паулдың тергеліп қамалғанын, Исаның тергеліп қамалғаны жайлы бұрынғы баяндамаларына ұқсайтындай етіп сипаттап берген. Осында Лука маңызды бір ойды айтып отыр. Исаның халқы оның жолын ұстанған кезде, олардың әңгімелері Исаның әңгімесіне ұқсай бастайды. Бұл ғажап жайт, бірақ ол құрбандықтарды талап етеді. Римге бара жатқан жолда Паул мінген кемені қатты дауыл соғып, барлығы абдырап қалады. Тек Паул ғана тыныштықта болды. Ол кеменің төмен қабатында қонағасы береді. Мәсіх Иса да соты болатын күннің қарсаңында солай істеген еді. Паул шүкірлік етіп, бір күлше нанды үзіп, адамдарға үлестіреді. Және осы дауыл кезінде де Құдайдың оларға жар болатынын айтады. Келесі күні кеме бір тайыз жерге тап болып, толқындар оны соққылап сындыра бастайды. Бірақ бәрі жағаға аман есен жетеді. Бұл таңғаларлық оқиға. Бірақ Паул мұнымен қиындықтан құтылған жоқ. Оны Рим қаласына апарып, үйдегі қамаққа алады. Бірақ бұл соншалықты жаман емес. Елші өз үйінде яхуди және басқа ұлт адамдардың топтарын қабылдап, оларға қайта тірілген патша Иса туралы ізгі хабарды айта алады. Римде солай ету батыл іс. Себебі осы қала патшаның дүние жүзіне билік жүргізетін орталығы. Солай. Мұнда Исаның төңкеріс әкелетін ерекше патшалығы дүние жүзіндегі ең қуатты патшалықтың қақ ортасында бір тұтқынның шеккен азаптары арқылы өсіп келеді. Лука өз әңгімесін осы екі патшалықтың арасындағы осы қарама қайшылықпен аяқтайды. Бұл бір керемет көрініс. Бірақ әңгіме жердің шетіне дейін тарайтын осы хабар туралы болу керек. Сонда бұл істің жалғасу қажет емес пе еді? Әрине, Лука әңгімені әдейі аяқтамады. Осылайша оқырмандар әңгіменің әлі де аяқталмай, Исаның патшалығын қазір де кеңейтуге өздері де қатыса алатынын түсінеді.